Армысын дәл осы уақытта сіздермен эфирде қауышатын жұлдыздар құпиясы бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Мұхит Сапарбаев. Бүгінгі тақырып бала жұлдыздар. Көз алдымызда өсіп келе жатқан танымалдылыққа ие болып үлгерген жас балалар туралы айтатын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Дарында әрі танымал балалардың көшін 12 жасар Махамбет Мырза бастап тұр. Махамбет жұртшылыққа ең алғаш ойпырмай атты толық метражды фильм арқылы танылды. Ол кезде небәрі 3 жаста ғана болатын, ал қазір 12 жаста. Түрлі киноларда, сериалдарда ойнайтын бала Махамбетке көз тимесін деп жеке мұрағатына бір шолу жасап көрейік. Махамбет Мырза осы күнге дейін Қара шаңырақ, Аңшы бала, Өмір сынағы, 16 секілді 30-ға тарта фильмге түсіп үлгерген. Оның табиғаты комедиялық жанрға жақын. Болашақта Қазақтан шыққан тұңғыш Оскар сыйлығының иегері болуды армандайды. Әзірге әзілге толы видеоларын қарай отырайық. Сәлем достар, бұл менің қолымдағы iPhone ешқандай ұтысқа қатыспайды. Менің айтайын дегенім, сіздер 1 миллион теңге ұтып алғыларыңыз келсе, ешқайда жазылудың қажет жоқ. Ешкімге подписчик болудың қажет жоқ. Жай ғана жұмыс істеңіздер. 14 жасында гроссмейстер атанған қазақстандық шахматшы қыз Жансая Әбдімәлікті бала жұлдыздардың қатарынан көре аламыз. Жансая 2000 жылы Алматы қаласында туылған. 2013 жылдың қорытындысы бойынша қазақстандық спортшы қыз ФИДЕ-нің Азиялық Федерациясында Азиадада 20 жасқа дейінгі үздік шахматшы деп танылған болатын. Бүгінде Жансая күллі қазақтың мақтанышына айналып үлгерді. Мәскеуде өткен Аэрофлот Open 2017 атты фестивалінде әйелдер арасында бірінші орынға ие болған шахматшы қыз көпке үлгі, елге мақтаныш. Сабырлы, байсалды, ойшыл қыздың видеоларына дәл қазір назар аударыңыздар. Түрлі тәттілер пісіріп, ел назарын өзіне аударған Айару Бақытбек те бүгінде танымал балалардың бірі. Ата-анасының өткен оқиғасына қарамастан көпшілік Айарудың Instagram парақшасындағы сәнді өміріне қызыға қарайды. Оның баратын жерлері мен кейін үлгісі көпшілікті үнемі қызықтырып отырады. Енді ғана бой жетіп келе жатқан Айарудың суреттерін бірге көрейік. Айгөлек бағдарламасының жүргізушісі ретінде танылған Әлихан Байсултанов та елдің көз алдында өсіп келе жатқан жұлдыз бала. Тележүргізуші ғана емес, бүгінде актерлік әншілік жағынан танылып жүрген Әлихан шоу-бизнеске толықтай еніп кеткен десек, қателеспейміз. Өзін жан-жақты сынап көріп жүрген актер ретінде кішігірім рөлдерді сомдап жүрген Әлиханның ән салғанын көріп бедіңіз. Бала жұлдыздың өзі мұндай сәттерін әлеуметтік желіге жүктеп жүреді.
бірге қарайық. Айгөлек бағдарламасы талай бала жұлдыздың бағын жаққаны белгілі, соның бірі Еркеш Хасен. Еркеш әуелі бағдарламаның қатысушысы, сосын жүргізушісі болды. Одан кейін әншілікке бет бұрды. Лүпіл тобының әншісі болған Еркеш аталмыш топ тараған соң әлем бенд тобына қосылған. Еркеш Хасеннің топтағы өнерін бірге тамашалайық. Он шақты киноға түсіп, әртүрлі рөлдерді ойнаған Рамазан Амантайды танымал жастардың қатарынан. Ол «Айналайын», «Елбасы жолы», «16 қыз», «Өмір сүру хақында», «Вузеры» сияқты фильмдерде ойнаған. Көгілдір экраннан жақсы таныс баланың суреттерін бірге көрейік. Нұрлан Қоянбаев түсірген «Бизнес по-казахски» фильмінде де ойнаған Рамазан көбінде комедиялық бағытта бақ сынайды. Жас актердің пародия жасауға да ынтасы бар. Жөнім жоқ жарты жолда тайынатын, жөнім бар қысқа ғана қайыратын. Ассалаумағалейкум, түнгі студия қонақтарға құшағы жайылатын. Жұмыстан шаршаңқырап келген кезде көргендердің стресі жойылатын. Бұл жерге кімдер келіп, кім кетпеген, әнші, биші, спортшы, шайыр ақын. Патшамызда отырған бұл диванға әр қазақ әр сөзінен ойығатын. Димаштарда отырған бұл диванға бұйырса бір жеңістің тойы жақын. 91-да отырған бұл диванға игілдарды ұйқыдан айыратын. Әнші әрі актрис Тамир Жанғазин де танымал жастардың бірі. Оның жанкүйерлері өнерін бағалаушылары да көп. Инстаграм парақшасын үнемі бақылайтындар да бар. Бұл қыздың «Іңкәр жүрек», «Аяулы арман», «Қыз жолы» сериалдарында ойнап жүрген кездерін еске түсірейік. Ал дәл қазіргі уақытта Ерболат Беделханның «Қағаз кеме» жобасында атсалысып жүрген жасөспірім ән айтқанды да жақсы көреді. Бірнеше әніне құлақ түрейік. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you, chasing you. Ақерке Сүлейменова 15 жаста. Жас болса да актриса атанып үлгерді. Оны бүгінге дейін «Елбасы жолы» киноэпопеясында кішкентай Дариға Назарбаеваның рөлін және «Тракторшының махаббаты», «Ғашық жүрек» фильмдер арқылы халық таниды.
Сондай-ақ Ақерке Сүлейменованы көпшілік жас әнші ретінде де біледі. Ол бала Turkvision Голос Қазақстана жобаларына қатысып бағын сынаған. Ендеше Ақеркенің әнін бірге тыңдайық. Ермек Балжігіт небәрі 7 жасында Алматы циркінде концертін берген өнерпаз. Бүгінде оның шығармашылығы мен жеке тыныс-тіршілігі көптің назарында. Әншілік қырымен танылып жүрген бала биыл 13 жаста. Өнер додасында да, әлеуметтік желіде де аса танымалдылыққа ие болған Ермек Қанатұлының өнері көпті тамсантқаны рас. Баланың қандай ерекшелігі бар дейсіз ғой. Бірге қарайық. Ағатайым-ай деп ән шырқаған, елбасының өзінен қуыршақ сыйлық алған мына кішкентай қыз есіңізде ме? Артынша қуыршағым менің деп те әндетті емес пе? Әңгіменің кім туралы екендігін есіңізге түсіргіңіз келсе, мына видеоны қарап көріңіз. Иә, таныдыңыз. Бұл әрине Ұлықпан Жолдасовтың қызы Фарида Жолдасова. Фарида да дәл осылай халық алдында өскен қыз, ал бүгінде сұлу бойжеткенге айналған. Жұлдызды отбасында тәрбиеленген Мади Рымбаев та көпшілікке белгілі бала. Ол анасы мен ағасына еріп, ел жерді көріп, музыканың ішінде өскен бала. Сондықтан да болар өз әншілікке бет бұра бастады. Айгөлек бағдарламасының жүргізушісі ретінде танылған Назым Әбділдина да біздің көз алдымызда бой жеткен ару. Лүпіл тобында ән салған Назым небәрі 17 жасында Баян Мақсат қызының сеніміне кіріп, кешу тобына қосылған жас әнші. Назымның бала шағынан бүгінге дейінгі фотоларын қарай отырыңыздар. Бір 1998 жылы туылған Сануржан Сүлейменов та бала кезден актерлығын шыңдаған, ел назарында өскен бала жұлдыз. Аншы бала фильмінде қамбар рөлімен дебют жасаған Сануржан тракторшының махаббаты, Алдар көсе, жау жүрек мың бала, Рекетер 2 фильміне түскен. Жаста болса танылып үлгерген актерді есіңізге түсіре алдық па? Оның Instagram парақшасына жазылушылары мен талантына табынушылары үнемі қолдап, қолпаштап отырады. Ендеше таланты жастың рөлдеріне шолу жасап көрейік. Кім келді? Мен сен әнемін. Сенің атың Қамбар. Мен туралы бәрін біледі екенсің.
Белгілі актриса Әсел Қалиеваның сіңілісі Жания Қалиева Еркетай бағдарламасы арқылы танылған, ал бүгінде Айжан Өгей жүрек сериалдары арқылы актерлық шеберлігін көрсетіп, актриса ретінде танылып жүр. Міне, күллі қазақ халқының көз алдында өсіп келе жатқан жастардың бәрін болмаса да біразын көрсетуге тырыстық. Ең бастысы бала жұлдыздар дана жұлдыздарға айналсын. Тек жұлдыз аурумен ауырмасын деп тілейміз. Әзірге айтпағымыз осы. Эфирде келесі кездескенше сау болыңыздар.